Баршаңызға ассалаумағалейкум. Әлем бойынша интернетті әдейі өшіріп шығынға ұшыраған елдер қатарында бірінші орында Ресей, екінші орында Иран, үшінші орында біздің Қазақстан тұрады екен. 2022 жылғы мәлімет бойынша 410,3 миллион доллар шығынға ұшыраған. Жалпы байланыстың бұғатталуы 144 сағатқа созылған. Енді менің айтатын ойым, атам қазақ баяғыда айтып кеткен, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Қазір таңда еліміздегі мейлі азық түлік, немесе үй баспана мәселесі, немесе көліктің жайы барлығының бағасы шарықтап тұр. Сол жағынан мемлекет сол белгілі бір компания немесе ірі кәсіпкерлердің 30-40%-ын қаржыландырып, қарапайым халыққа бағаны ыңғайлап бақылауында ұстап отырса, сонда біздің елімізде де тыныштық болады. Тыныш болған елде митингте, көтерілісте ешқандай болмайды және интернетті өшіріп шығынға ұшырамайды. Басқа елге қарыз болғанша сол ақшаны өз елімізге бөлейік. Әлемдік мәлімет бойынша Қазақстан жас мемлекет болғанымен біздің қазақ 30-да оқырда бұзар дейді. Жаман жағынан емес, жақсы жағынан, білім жағынан, ғылым жағынан көш бастай берейік. Мен қазақ елінің болашағына сенемін. Аман болайық.